Бұл өзге эпиктің бірінші продюсерлік көрмесі. Көрмеге 9 айдай дайындалдық. Себебі Әсел ханым бізге тапсырма берді. Аралдың өзінен балықшылардың қалған қайығын алып келіңіздер деп. Қайықты Аралдан алып келдік. Көрмені ұйымдастыру барысында ең қиын нәрсе ол қайықты Астанаға жеткізу болды деп ойлаймын. Себебі қайық Астанаға дейін 40 күн жол жүріп келді. Көрмеге қойылған туындылардың форматы әртүрлі. Мысалы, ту сыртымда тұрған ең үлкен инсталляция, күнделіктер мен құжаттар, зерттеу барысында табылған фотосуреттер, эскиздер мен сызбалар бар. Суретші ретінде алдымда тұрған аппақ кенепке қарап, санамда жаңа бейнелер мен ерекше шығармашылық ұғымдар пайда болады. Егер осы бастамам отандастарымыздың қызығушылығын оятып көңілінен шықса, бұл жұмысымды әрі қарай қуана жалғастырар едім.